Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда Шымкент қаласында 2024 жылдың 5 айында жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында атқарылған жұмыстар туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикері Ибрагимов Ралан Бекмағамбетұлы, Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының басқармасының басшысы. Қош келдіңіз, құрметті Ралан Бекмағамбетұлы, сөз өзіңізге беріледі. Қош көрдік. Армысыздар, құрметті тұрғындар және бақ өкілдері. Өздеріңізге белгілі, біздің басқармада екі салаға жауап береді. Ол жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары. Жолдарға келетін болатын болсақ, Шымкент қаласында 3247 шақырым бар. Оның ішінде 831 шақырымы шағал және 103 шақырымы топырақ жолдар. Қоғамдық көліктерге келетін болсақ, жалпы Шымкент қаласында 11 компания қызмет етуде. Оларда 1000-нан аса автобустары бар. Жалпы Шымкент қаласында 77 әлеуметтік бағыт бар. Ода 935 кесе, яғни 935 автобус күнделікті халыққа қызмет көрсетуде. Өздеріңізге бізде келісім шартқа сәйкес әр тасымалдаушы өзінің автобустарын жаңартып тұру керек. Осы 5 айдың көлемінде Шымкент қаласына 5 Жотонг автобусы, 12 САЗ автобусы және 3 Етонг автобустары жаңартылды. Және бұлмен тоқтап қалмай, жылдың аяғына дейін қосымша тағы да автобустарды жаңарту мәселесі қаралуда. Оның өздеріңізге белгілі, бізде Анкай автобустарына өте көп шағымдануда. Яғни сыйымдылығы өте аз және де техникалық жағдайы, солардың бәрін жаңартуды жоспарланып отыр. Және де білесіздер, 1 мамырдан бастап біз тегін жүретін топтардың тізбесін кеңейттік. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес, оның ішінде ең үлкен біздің тұрғындарға көңілінен шыққаны, ол көп балалы аналардың оқушылар, яғни оқушылар тегін жүретін болады. Бұл білесіздер, оңтүстік өңір оқушылар көп, семья жанұя қарқынды бала саны көбеюде, ол өте қуантатын дүние. Сол мақсатта жанұялардың бюджетін тиімді пайдалану мақсатында қала әкімдігімен осында шешім, мәслихатпен бірге қосылып, осында шешім қабылданған болатын. Және де білесіздер, бізде төлем жүйесіне өте көп шағымдар түсетін тұғын. Әсіресе Тұран Шымкент Ситиде интернет істемей қалған кезде біз төлей алмай қаламыз. Сол себептен бізді штрафтар салуда деп кіріс қызметі. Осының бәрін ескере отырып, біз бірнеше компанияларды зерттедік. Оның ішінде Қазақстанда өнім шығаратын компаниялардың бірі қазіргі таңда автобус планшеттерімен нарыққа кіріп отыр. Бұл автобустың бір қасиеті, яғни бұрын, мысалы, сіздер банк карталарымен төлей алмайтын болсаңыздар, мысалы, Bluetooth-бен төлей алмайтын болсаңыздар, қазіргі таңда аталған қосымшасын жазып алып, Apple Pay, Google Pay және де барлық банктың карталарын қабылдайды. Қосымша Bluetooth арқылы сіздер валидаторға жақындаудың қажет жоқ, Bluetooth арқылы көре аласыздар. Және де аталған бағдарламада, мысалы, сіз бір аялдамада тұрсаңыз, сол аялдамаға қандай автобустар және қанша минутта келетіні қазір таңда сол жұмыстар жүргізілуде. Қазір біраз бағыттарда біз контрольный точка дейді, соларды қарап отырмыз. Қосымша автобустардың тоқтамай кетуде көп шағым түсуде. Қазіргі таңда бізде бағдарламада, егер де автобус аялдамаға тоқтамайтын болса, бізде ол сразу сигнал болып жанады. Бұл бара-бара бұндай кемшіліктерге жол берілмейтіні ол сөзсіз. Қосымша білесіздер, бізде Шымкенттің көлік инфрақұрылымының бірден бір несі бұл темір жол вокзалы. Темір жол вокзалы 10 мамырда толық жұмыстары бәрі бітті. Бұл өз кезегінде аталған вокзал толығымен инвестордың қаржысымен жасалды. Эскизі қала әкімімен келісіліп, вокзалдың аумағы үлкейді, яғни күту залдары үлкейді. Бұрын егерде вокзалдың ескі ғимараты күніне 2000 жолаушыға қызмет көрсете алатын болса, қазіргі таңда ол 6000 жолаушыға қызмет көрсету
мүмкіндігі артты. Одан бөлек аталған ғимараттың екінші этажында тұрғындарға ыңғайлы жағдай болу мақсатында фудкорттар қойылуда және басқа да қызметтер көрсетілетін болады. Екінші бір инфрақұрылымыз бұл жаңа терминал құрылысы. Аталған жаңа терминал құрылысы ол толығымен жеке инвестордың есебінен селініп жатыр. Қазіргі ескі терминал бізде сағатына 2000 адам қызмет көрсете, сағатына 200 адам қызмет көрсете алатын болса, жаңа терминалда бұл 2000-ға дейін жетеді. Бұл да өте заманауи терминалдардың бірі болып табылады. Өйткені телескопический 6 трапы болады, қосымша ішінде капсула отельдер болады. Яғни транзит зонадағы адамдарға ол өте қолайлы. Өйткені көбінесе гостиницаға барайын десе, гостиницалар алыстау, және де басқа да себептер бар. Мысалы, бір стыковкасы 2 сағат, 3 сағаттық болатын болса, демалғысы келсе, ол қала барып келем дегенше үлгермеу қаупі үлкен. Сол себептен осы мәселелердің бәрін қарап, инвестор қазір сол капсула отельдерін, ішінде duty-free зоналарын, жалпы 29 терезе болады қызмет көрсету. Бұл жаңағыдай очередтерді болмауына алып келеді. Яғни біз бұл қажеттілікке қарай рет-ретімен үлкейе береді. Және рейстерінде санын проектный рейс қазіргі 14 рейс көрсететін болса, соны 44-ке дейін өсіру жоспарланып отыр. Білесіздер, аталған терминалды скат компаниясы салып жатыр, және оның өзінің әуе кемелері бар. Бұл өз кезегінде Шымкенттің логистикалық хаб болуына үлкен септігін тигізеді. Жол саласына келетін болсақ, жалпы 61 нысандағы жұмыстар жүргізілуде. Оның ішінде құрылыс нысандары 11, қайта құру 6, күрделі жөндеу 2, орташа жөндеу 354 көше жоспарланған. Және біз осы халықтардың шағымдарын ескере отырып, күтіп ұстау жұмыстарына да көптеген қаржылар бөлінді. Өйткені осы күнге дейін бірінші кезекте магистральды көшелерді, шұңқырлар жамау қаралатын болған, ал елді мекен ішіндегі, микрорайон ішіндегі шұңқырларға жамау мүлдем қаралмайтын тұғын. Жерлердің арасы, мысалы, ол яма, мысалы, биыл ол условно 0,5 квадрат болатын болса, келесі жылы ол 1 квадратқа 5-6 жылдан кейін буған асфальтымыздан түк қалмауы мүмкін. Сол себептен күтіп ұстау жұмыстарына үлкен көңіл бөлінуде. Одан бөлек жаяу жүргіншілерге ыңғайлы жағдай мақсатында да көп көңіл бөлінуде. Әсіресе бізде көп балалы өңір екен ескере отырып, осы күнге дейін көп жерлерде коляскамен баланы алып жүруге, немесе маломобильный топтағы азаматтарымыздың жүріп тұру қиналуына есепке ала отырып, көп тротуарларды жөндеп, пандус істеп жатырмыз. Яғни безбарьерный болу керек. Және енді ата-аналар түсінер, коляскамен, брусчаткамен жүретін кезде де брусчаткада дірілдеп жүреді. Ол бір ыңғайсыз. Сол себептен қазіргі таңда қала әкімінің тапсырмасына сәйкес барлық тротуарларды асфальтпен салу. Әрі жұмсақ, әрі жұмысы да тез бітеді, и коляскамен жүрген кезде оңай болады. Жол қауіпсіздігіне де үлкен көңіл бөлінуде. Ағымдағы жылы білесіздер, Шымкент Сити мен Тұранында бағдаршам мәселелері көптен бері шешілмей тұрған болатын. Ағымдағы жылы біз бағдаршамдарды конкурсы өтіп, Тұран мен Шымкент Ситидің бағдаршам мәселелерін толық жабатын боламыз. Қосымша көлік кептелісін азайту мақсатында ITS жүйесі де қаралып жатыр. Жалпы ағымдағы жылы біз 190 перекрестті ITS бағдарламасына қосуды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек жасанды жол кедергілеріне де көңіл көп бөлінуде, және де разметкаларға да көп көңіл бөлінуде. Разметкаларында қаражат бөлу 1,5 есеге өсті. Бірақ білесіздер, бізде мемлекет сатып алу конкурстары өте ұзақ, бір-бірінің үстінен өзі ұтылып тұрған көрсе де арыз жазу арқылы тоқтатуды кейбіреулер кәсіп қылып алғаны өкінішті. Өйткені ол бірінші кезекте фирмаға емес, ол бірінші кезекте өзіміздің тұрғындарға кері әсерін тигізіп жатыр. Өйткені көп жұмыстар кеш басталып жатыр.
Бірақ қазір разметкаға біз договор несі келісім шарт конкурстың итогы анықталды. Қазір осы 5 күнде егерде ешқандай арыз болмаса, онда келісім шартқа түсіп, жолдарды таңбалау жұмыстарында жүргізетін боламыз. Қосымша халық көп өтетін жерлерде батырмалы бағдаршамдарды орнатуды жоспарлап отырмыз. Былтыр мысалы байқасаңыздар күзде 9-шы мектептің және 40-шы мектептің тұсына қойған болатынымыз. Бұл бірінші кезекте жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі, яғни бағдаршам қызыл жанғанда барлық машина тоқтайды. Кейбір кезде бізде тоқтамау қауіптер нелер де бар, жайттар да бар. Жаяу жүргіншіні қағу, пешеходный зонада қағуда нелерін ескере отырып, біз осындай халық көп және көлік көп жүретін жерлерге батырмалы бағдаршамдарды қоятын боламыз. Бұл бірінші кезекте жаңағыдай адамдардың организованно бір топ жиналып, бірден өтіп кетуіне де оң септігін тигізеді, яғни кептелісте болмайды. Қосымша білесіздер, бізде көп жерлерде жолдың ортасында қоршаулар сырланбай қаншама жылдар уже тот басып, енді қаланың көркін бұзатын тұғын. Биыл соны қолға алып, барлық қаладағы ортадағы перильный ограждениялардың бәрі сырланып жатыр, боялып жатыр, көпірлердің асты боялып жатыр. Көп жұмыстар істелініп жатыр. Енді бұның бәрі осы қаламыздың көркеуіне, тұрғындардың ыңғайлы жағдай жасау мақсатында. Осы кеше Жібек жолы Сайрам көшесіндегі оң бұрылысты мысалы ұйымдастырылды. Бұл жерде де біз әдейі бұрылыстың жылдамдық карманчик дейді, карманчикті ұзақтау қылдық, өйткені көптеу машина сүйу мақсатында. Қазір 2 күннен бері байқап жатырмыз, Сайрам көшесінде кептелістер азайып жатыр. Бұндайда көп болады, светофорға дейінгі бұрылып кету нүктелері де көп болады, өйткені жасыл жанға дейін күтіп тұрмай, егерде мүмкіндік болатын болса, қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, бағдаршамның алдынан бұрылып кету мәселелерін де қарап жатырмыз. Оның бәрі реттелетін болады. Қосымша Шымкент Сити мен Тұранның арасындағы жолдарды Бәйдібек би қақ ортасынан бөліп жатыр. Ол жерде 2 перекресток ашуды қарап жатырмыз, өйткені өкінішке орай қазір Шымкент Ситиге де Тұранға да кіретін бір светофор бар. Былай қарап тұрсақ, кептелісі өзіміздің қолымызбен өзіміз істеп жатырмыз. Сол себептен қосымшада 2 светофор қойып Бәйдібек бидің бойында Шымкент Сити мен Тұранды бір-бірін қосуды жоспарлап отырмыз. Бұл халықтың жылдан жылға Тұранда және Шымкент Ситиде үйлердің көп соғылуының, халықтың өсу қарқынын есепке алып отырмыз. Және де білесіздер, Бәйдібек биде кептелістерді азайту мақсатында қазір Таңбалтас жолына асфальт салынды, бүгін разметкасы жасалды. Одан бөлек Алтынсарин көшесін қазір кеңейту жұмыстарына тиісті дайындық жұмыстары жүргізіп жатыр. Ол жерден мердігер мекеме анықталды. Жалпы енді қаланы көліктер үшін емес, халық үшін, тұрғындар үшін ыңғайлы жағдай жасаудамыз. Бұдан бұлай светофорларға және де жаяу жүргіншілердің жүретін бөліктерінде жарықтандыру мәселелеріне де үлкен көңіл бөлінуде. Өздеріңізге белгілі Шымкент қаласында ағымдағы жылы әкімнің тапсырмасымен 1000 көше жарықтандыру жоспары белгіленген болатын. Қазіргі таңда біздің тарапымыздан аталған көшелердің бәрі тізімдері қаралып, дефектовкалары селініп, осы шілде айынан бастап жарық шамдарын орнатуды бастайтын боламыз. Оны кейінірек өздеріңіз көре жатарсыздар. Халықтың ұсыныстарын бәрін ескере отырып. Қысқаша бізде баяндама болса, егерде сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет, Ралан мырза. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы қоюға болады. Онда біз мынандай сұрақтарға назар аударсақ, қаламыздағы әлі де жөндеуді қажет ететін көшелер көп. Мысалы, Қазығұрт Құрсай шағын ауданындағы жолдардың сапасы сын көтермейді. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Жөнделіп жатса, жөндеу жұмыстары қай уақытта аяқталады дейді? Бізде қараңыз,
өкінішке орай жаңа атап өттім ғой, 3200 километрдің 1000 километрге жақыны шағал мен топырақ жолдар. Яғни олардың бәрін асфальтқа айналдыру үшін орта есеппен 60 миллиард теңге қажет. Біз бұл проблеманы қала әкіміне баяндадық. Енді біз анализ жасап шықтық. Мысалы, Алматы, Астана және Шымкент мегаполистерінің көлік инфрақұрылымын қарайтын болсақ, халықтың санына қарай статистика бойынша Алматы қаласында 1.700.000 астам халық бар. Көшелердің ұзындығы 3200 шақырым. Астанада статистика бойынша 1.300.000 халық бар. Көшелердің ұзындығы 868 шақырым. Шымкент қаласында 1.200.000 халық бар. Көшелердің саны 3200 шақырым. Яғни біздің халық көбінесе жер үйде тұрады ғой. Табиғат қойылалы, газ бар. Сол себептен көлік инфрақұрылымы мынау қаншама үйлер соғылып жатыр қазір. Мысалы, новостройкалар Бозарық жақта болсын, Нұршуақ жақта болсын, Қайнар бұлақ жақта да. Енді бюджеттің мүмкіндігіне қарай біз рет-ретімен жөндеп келе жатырмыз. Келісім шарттардың бәріне осы өткен аптада ғана қол қойылды. Қазір жұмыстар енді қарқынды түрде біз жалпы орташа жөндеу жұмыстарын егерде басқа да бір кедергілер болып қалмаса 4 айдың көлемінде бітіруді жоспарлап отырмыз. Яғни күз айына қара суыққа қалмаудың барлық жағдайын жасаймыз. Рахмет. Келесі сұрақ. Қоғамдық көліктердегі жүргізушілердің қолма-қол ақша жинауы әлі де жалғасып жатыр ма? Қандай шара қолдандыңыздар жүргізушілерге? Бұл проблема бар. Өкінішке орай енді әр жүргізушінің өзінің мәдениеті, сана сезіміне байланысты. Бұны біз тұрақты түрде 11 компанияның басшыларына айтып жүрміз. Сол себептен қазір таңда біз осы кедергілерді алу мақсатында жалпы қолма-қол ақшаны жинау мәселесін шектеп тастауды қарап отырмыз. Бірақ бұл да өзінің потерясы болуы мүмкін бюджеттен. Соны есеп қисабын қарап жатырмыз. Егерде үлкен, мысалы, Астана қаласы наличный расчеттан кетіп қалған. Олар да тек қана электронный. Бізде сол мәселені қарап жатырмыз. Егерде бізге экономикалық жағынан тиімді болса, әрине ол жұмыс жасаймыз. Қосымша бізде КРС службасы бар. Сол КРС службасымен және де участковый полициялармен жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде мен тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және де халықпен кездесу кезінде де айтамыз. Егерде сізден нақты қаржы сұрайтын болса, біздің пресс-службаға немесе өзіміздің ЦДС-ге мекемеге видеоларды жіберсеңіз болады. Біз шара қолданамыз. Және де қолма-қол ақша төлемеуге шақырамыз. Өйткені қазір білесіз, бізде төлем жүйесі де автобус жүйесі істеп тұр. Сол себептен жаңағыдай болады ғой, енді қалтада мысалы QR арқылы төлей алмай қалады. Төлемде көп функциялар болмағандықтан біз автобустың планшеттерін кіргізіп, Apple Pay мысалы, даже жақындауың қажет жоқ, Bluetooth-бен қосыласыз. Анау отырған көлігіңізде бәр жерде номерлар тұр, сол номерді тересті төлеп жіберуге болады. Сондай ыңғайлы жағдай істеді. Сол себептен бұны күресудің бірі тек қана біздің басқарманың бір өзінің немесе полицияның несі келмейді. Бұл жақта біз қоғам ретінде төлемесек ол ұрып алама, тартып алама дегендей ол жағдай. Рахмет. Жаз мезгілінде қоғамдық көліктерде кондиционерлердің қосылмауына көп шағымдар түсуде. Оған не дейсіз? Ондай шағымдар бар, бірақ кеше мысалы Нұршуаққа барған кезде өзім автобустың ішіне кіріп көрдік. Ол жерде де тұрғындармен, қала әкімімен кездескен кезде тұрғындар автобустардың іші ыстық болмайды, қара кондиционер істеп тұр. Енді білесіздер, мысалы бәріміздің шақалық балдар бар, апалар бар, автобуста жүрген кезде жастар қос дейді, жас үлкен немесе қолында шақалағы барлар өшір дейді. Осы жерде бір дилемма бар. Соны водительдер айтады, не істейін дейді, меқта бір апа, мен ауырып қалам, мен не істейін, болмаса шақалағы бар. Соны видеоларын түсіріп бізге жіберіңіздер деді, көрейік объективно. Ол жаңағыдай халықтың енді барлығының көңілінен шығу керек қой. Сол мәселесін қарап жатырмыз енді. Рахмет. Автобус жүргізушілерінің телефонмен сөйлесуі бойынша әлеуметтік желіде сыни пікірлер өте көп. Осыған жауап берсеңіз. Бұл бойынша біз күресудеміз. Полицияда да білесіздер, сергек арқылы осы автобустары қаншама
тек қана ана аптаның өзіне 34 автобусты штраф стоянкаға кіргізді, жол көлік жаңа ереженің өрескел бұзған үшін. Егер де ондай да факт болатын болса, сіздер оны полицияның Instagram парақшасына дайректпен жіберулеріңізге болады. Болмаса біздің басқармаға. Әрине жаңа заң бар, заң бәрімізге бірдей, заңға бағыну керекпіз. Егер де сондай кемшіліктерді байқайтын болсаңыздар, видеомен жіберсеңіздер, жіберген кезде сол жаңа телефон шұқылап отырған водительді түсіріп, және де сон машинаның номерін сол кезде бізге тауып алуға да оңай болады. Өйткені білесіздер, 935 автобусын оның бәрі іші бірдей, табу сәл қиындау, сол себептен номерін барлығын төбесінде номері жазылып тұрады ішінде. Соны түсіріп берсеңіздер, бәріне шара көретін боламыз. Рахмет. Қазығұрт ауданы А2 тас жолының сапасыздығы туралы әлеуметтік желіде жазба жарияланған болатын. Қала әкімі осы мәселе бойынша жауапты мекемелерге жіті тапсырма берген. Ал қазіргі уақытта сол жолдың құрылысы жүріп жатыр ма? Иә, бізде мынау А2 автомобиль жолының 5-ші жаңа учаскесі қалған болатындығын қазір таңда мердігер мекеме анықталып жұмыстар жүргізілуде. Ол мынау Қазығұрт мынау развязка бар ғой, развязканың жан-жағын біз әдемілеп жөндеп жаңа жарық шамдарын қойып қойдық. Ол жерде проблема жоқ, мына жерде кеңейту жұмыстары басталды. Жалпы жаңа айтып тұрмын, жол салған кезде кейбір кезде жолдың астынан проектіде жоқ бір коммуникациялық жүйелер шығып қалады. Ондай кедергілер болмайтын болса, келесі жылы біз пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Рахмет. Соңғы сұрақ. Астана қаласында автобустардың тәулік бойы жүру кестесі бекітіліпті. Ал бізде кешкі сағат 20:00-де көп автобустар тоқтап қалады. Кейбір тұрғындар үйлеріне жете алмай, таксимен жүруге мәжбүр. Алдағы уақытта біздің қаламызда да автобустың жүру ұзақтығы ұзартыла ма? Оны біз әр жаңа кестені жеке қарау керекпіз. Өйткені бізде орталықта жүретін 9-ға дейін жүреді, шалғай жаңа елді мекендерге баратын автобустар олар ертерек қайтады, өйткені жолаушылар ағынына байланысты. Біз автобусты неғұрлым көп жүргізген сайын, сол ғұрлым біз субсидияны көп бөлеміз. А субсидия ол жалпы біздің халықтың, жаңа тұрғындардың қаржысы. Әрине, кейбір маршруттарымыз бар, біздің мысалы 1630 теңге, мысалы бір пассажир тасуға. Оның 70 теңгесін тұрғын төлейді, қалған бәрін бюджеттен субсидировать етіледі. Средний тариф біздің қалада, қателеспесем, 560 теңге. Сонда 70 теңгесін халық төлегеннен қалған бәрін бюджеттен отыр. Әрине, жаңа атап өткенде мысалы бізде қаланың мына басына дейін, мына басында мысалы Шапрашты елді мекені, мияқта Ақжар, ар жағында Текесу, халық саны аз, ояқ автобус барған сайын бізде автобустың амортизационный расходтары үлкен болады. Сол себептен субсидия беруде көп қаржыны қажет. Астананы айтып отырмын, 1.300.000 халықпен 868 шақырым, оларда 77 маршрут бар. Сол себебін оларға оңай, өйткені халықтың көбісі емес, 90% этаж үйлерде тұрады. Мысалы, бір көшенің бойында, мысалы, Рысқұловтың бойында 18-ші, 16-ші, 17-ші Восток микрорайондарының халық көп мінеді, а мысалы, Асардың ішінен оншалықты халық шықпайды ғой. Сондай проблемалар бар. Енді әрине біз істегіміз келеді, жаңағыдай тәулік бойы жүрсе де бар, бірақ субсидия ол кезде миллиардтап кетеді. Кейін ол субсидия бергеннен кейін, яғни қаланың басқа да даму инициативаларына қаржы жетпей, қаржының да шектеулі ғой, бюджет қаржысы. Қаржы көбейген сайын әрине істей береміз. Рахмет. Әріптесте сұрақтарыңыз бар ма? Шымкент келбеті газетінен Тағыбай Қасым. Енді қазір қалада ірі жол құрылыстары жүріп жатыр. Нақты айтқан кезде оңтүстік айналма жолы, Қонаев даңғылының жалғасы. Осы құрылыстар қашан аяқталады? Нақты уақытын айтыңызшы. Оңтүстік айналма А2 айналма жолы жалпы. Иә, оңтүстік айналма жолы бізде 1 тамызға дейін эксплуатацияға береміз. Қазіргі таңда өтіс бөлігі, мынау разметкасы, знактардың бәрі біткен. Ол жерде білесіздер, жерді жаңағыдай выемка істеген жерлері бар. Сол жерге шөп егіп, қазір сол шөпті шығарып жатыр. Жаңбыр жауғанда топырақ ақпау мақсатында. Қонаевты қарайтын болсақ, қазіргі таңда Қонаевтың 2-ші учаскесінде ITK-ге дейін проезді аштық. Ары қарай Володарский көшесінде бізде тоже жол айрылысы түсу керек. Проект бойынша сол түскеннен кейін Дамбовая дейін ашылатын болады. Оны
ағымдағы жылға біз бітіруге меже қойып отырмыз. Негізі 25-ші жылға өтпелі ол нысан. Бірақ мердігер мекемеге тиісті тапсырма берген, ол жұмыс жасап жатыр. Сәуленің учаскесі бойынша өздеріңізге белгілі ояқта 246 үй мемлекет мұқтажына түсу керек. Қазіргі таңда архитектура басқармасы өзінің тарапынан оценкалар жүргізіп, халықпен келіссөздер жүргізуде. Өкінішке орай, мысалы қазір Бекзат Саттарханов көшесіне кеп тұрмыз ғой. Ары қарай өту үшін 4 үйді сатып алу керек. 4 үйдің 3 үйі келісіп тұр оценкаға, біреуі сот бастап отыр. Вот сондай учаскелерден, мысалы, егер де 4 үйде келісетін болса, 4 үйдің ақшасын беріп, ары қарай жаңағыдай квартал жылжуға мүмкіншілік болатын еді. Бірақ ішінен бір-екі сараңы соттасады, ол өз кезеңде проектін тоқтатады. Сондай проблемалар өте көп. А2-ны біз 8-ші этапын, 7-ші этапын ағымдағы жылы пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Қазір Бозарықтың кольцосын жөндеп болғаннан кейін 8-ші этапы пайдалануға берілетін болады. Ал мына ипподромға қарай асфальт салу жұмыстарын қазір дайындық жұмыстары жүргізіп жатыр. Бірақ ол келесі жылға өтпелі болады. Өйткені ол жерде Шымкент Сити, Қайтпас, Қаратау ауданындағы тұрғындардың кәрізбен қамтамасыз ету мақсатында коллектор өткен. Сол коллектор ертең қысы бойы отырып, келесі жылы сол участокке асфальт салатын боламыз. Егер қазір салып кететін болсақ, ол сөзсіз келесі жылы отырады, ертең халық наразы болады, неге сапасыз едіңіздер деген. А оны салғызбайын десек, 300 мың халық кәрізсіз отырады. Сондай моменттер бар. Рахмет. Тағы бір сауал бар, қоғамдық көлікке қатысты. Бізде дауысты хабарлама жүйесін енгізу жоспарланған жалпы. Қазір 1-2 автобуста ғана байқап жүрміз. Жалпы қашан толық іске қосылады дауысты хабарлама жүйесі? Бұл бойынша тиісті іс-шара бар. Қаражаты да қанша тұратынында қаралған. Қазір оны білесіздер, автобустардың бәрі жеке меншік бізде. Барлық автобустар, олар өзінің несімен рет-ретімен біз бірінші кезекпен орталықта жүретін автобустарға қою мәселесін қараймыз. И мынау жаңа автобустарды сатып алу кезінде бірінші кезекте біз сол жоғары дыбыстағы громкоговоритель сонымен алыңдар деп ұсыныс беріп отырмыз. Ол бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Және байқасаң, енді оны толық аяқтау, мысалы, сіз компанияның басшысы, сізде условно 100 автобус бар, бірақ қазір резервіңіз болмай тұр. Ол жағында қарап жатырмыз. Біздің меже тезірек бітіру. Енді жылдың аяғына дейін толық бітіреміз деп жоспарлап тұрмыз. Одан бөлек қоғамдық көліктерге остановкаларға да көп сын айтылды. Остановкаларды да реттеп жатырмыз. Жалпы биыл қалада павильоны жоқ нүктелердің бәріне остановканы қоюды жоспарлап, қосымша 200 остановканың маңдайшасына қай остановка екенін айтып. Өйткені туристер көп келеді. Өзіңіз айтқандай громкоговорительмен қай аялдама екенін білмейді. Одан бөлек, туристен бөлек өзіміздің қонаққа келетін қаншама азаматтар бар, солардың ыңғайына орталық көшелерден бастадық, маңдайшасына көшелердің остановкалардың атаулары жазылып тұр. Онда біз әдейі жолдың пленкасынан жасап жатырмыз. Өйткені освещение алып келу ол қосымша қаржы керек еді. Анау кәдімгі освещение өзі отражаться етіп, ақ болып жол белгілері сияқты жанып тұрады. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Қош келдіңіз. Мынандай сұрағым бар. Жыл басында орынбасарыңыз баспасөз брифингде айтқан болатын, 916 автобус қала ішінде жүріп тұр. Қазіргі таңда қанша автобус жүріп тұр? Және жыл соңына дейін қанша автобус жаңартылады? Біздің Шым қаламызда әлі де автобус жетіспеушілік байқалады. Мысалы, Төлеметов көшесінде 3 ғана автобус жүреді. 126, 103, 54. Арасында 108 жүреді. Алдағы уақытта бұл көшеге тағы да автобустар жүргізіле ме? Халықтың сұранысына, бюджеттің мүмкіншілігіне қарай әрине оны жүргізілетін болады. Автобустар жаңарту бойынша жалпы жылдың соңына дейін біздің жоспар 229 автобус жаңарту. Оның 29-ы өздерінің келісім шартқа сәйкес өзінің жылдар бар. 7 жылдық автобустың үлесі осынша болу керектен. Оның 29-ы солай жаңартылады. Ал 200-ін бізде білесіздер ең үлкен автобус компаниясы бар, Шымкент Бас. Ол қазір таңда Сарыарқа автомен сөйлесіп келіссөздер жүргізіп жатыр. Ютонг автобустарын алып келу. Бізде де
сыныңыз өте орынды. Автобустар болғанымен саны бар, сапасы жоқ деп айтсақ болады. Өйткені сыйымдылығы кішкентай автобустар. Бәрі 8,5 метрлік или 10,5 метр. Сол себептен біз орталық көшелерге халық арасында гармошка деген автобустар бар ғой, сондайларды кіргізуді жоспарлап жатырмыз. Сондай автобустарды алыңдар деп жатырмыз. Ол сол жүріс, бірақ халықты астасығаннан кейін халық субсидияға да кері әсерін тигізуде. Сол себептен сол Анкай деген 299 автобус бар, соларды 200 новый автобустармен, болмаса орталыққа гармошка автобустар қойып, ал қазір сол орталықта жүрген Етонг автобустар бар, 12 метрлік, 10,5, соларды Анкайлардың орнына жіберуді қарап жатырмыз. Рахмет. Келесі сұрағым, автобустарда қолма-қол ақша сұрау әлі де басылар емес. Автобус жүргіншілеріне мүмкін бір түсінік жұмыстары жүргізу керек пе, әлде или тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізу керек пе, қалай ойлайсыз? Енді түсіндіру жұмыстары оларға жүргізіліп жатыр, штраф та салынып жатыр. Білесіздер, бізде видеолар бар, КРС службасы штраф салатын кезде автобус тасайды, мен кеттім деп кетіп қалатындар да бар. Енді әр адамның өз мәдениетімен, мәдениетіне байланысты ғой. Және де оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, тұрғындардың өздеріне де бірге күреспесек, бізде басқармада жалпы 21 мемлекет қызметкер бар. Одан бөлек ЦДС 55 қызметкер бар. Оның бәрі бүкіл 1000 автобусты қамту мүмкін емес. Біз ол жұмысты күшейту мақсатында қазір, мысалы, ЦДС мекемесіне именно осы безбилетниктерді тексеретін, автобустың тазалығын, водительдердің мәдениетін тексеретін қызметкерлерге полицияның жетондары бар, камерасын. Сондаймен алып беріп жатырмыз. Өйткені адам болғаннан кейін енді оның бәрі бірдей емес қой. Біреу өзінің жұмысын адал істейді, біреу басқаша пейілмен істейді. Сондай фактілер де бар. Оны біз білеміз, сол себептен барлықтарына бірдей форма, бірдей жетон алып береміз. Жетон арқылы біз компьютерден қарап отырамыз. Ол қай жерде жүрген. Может, ол мен рейдке кеттім деп үйінде жатқан шығар, өзінің тірлігімен жүрген шығар. Ондай фактілер де бар. Оны білеміз, признаем, и соны жою мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар. Кешірім сұраймын, кешігіп келгеніме. Бақытжан Көпбаев ақпараттық агенттігінен Бағила Рамбек. Автобустардың темасы қозғалып отырған. Мына жерде 146-шы автобус Көкбұлақтан осы акиматты, біз іскерлік орталық деп саналады, және қаланың орталығына айналған Нұрсат аймағы болған екен, осы жақпен байланыстыратын. Қазіргі таңда аэровокзалмен шектелген конечный және 180-ші автобус, ол да сол Көкбұлақты, сол аэровокзалдан сәл ары гарантпен шектеледі. Сондай бір Көкбұлақ елді мекенін қаланың ішіндегі, бұрынғы центр саналған Еңгей шаһар Гүлжанмен айналасымен ғана шектейсіздер ме? Осыған жауап берсеңіз, неге ол 146-ны осында халық сұрап отырса да, беқа созбай отырған себептеріңіз? Қараңыз, мониторинг жұмыстары жүргізілмеген сияқты да бұл жолында. Өйткені екі автобус екі жақтағы бағытта байланыстыру керек қой қаламен. Бұл үлкен елді мекенге айналып отырған. Сосын келесі бір сұрағым, братқа жауап бересіз, осы автобустардың аялдамаларын хабарлайтын құрылғы жоқ та. Қазіргі таңда білесіз, кондукторлар болмағаннан кейін халық шатасып жатады, келген қонақтар адасып жатады. Мынандай ыстық күндерде, мысалы, бір аялдамадан бір аялдамаға жүрудің өзі Астананың 40 градус минус суығындай сияқты болып есептелінеді осының Шымкент қаласында. Сол себептен бүкіл автобустарды осындай нелермен қашан осындай құрылғылар орнатасыздар? Жаңа өзіңіз кешіп келіңіз, аталған сұрақтардың бәріне жауап бердік. Аялдама ол құрылғылар бойынша тиіс іс-шара қабылданған, жұмыстар жүргізілуде. Автобустардың бәрі жекеменшік, олардың да өзінің бюджетіне қарай әрине біз тездетіп жатырмыз, бірақ бюджетіне қарай істейді. Бір жерде қымбат емес, 56 мың теңге ма, қателеспесем, тұрады бір автобусқа құрылғы. Оны жасап жатыр. Ал мынау автобустардың бағытын қысқарту немесе ұзарту бойынша біз Именно осы Көкбұлақ елді мекені. Жалпы бізде 20-шы жылы Шымкент қаласының көлік кешенді схемасы жасалған. Сол схемаға сәйкес бізде 6 хаб бар. Мынау шалғайда орналасқан елді мекен тұрғындары сол 6 хабқа келіп, арғарай пересадкамен кету керек. 146-шы маршрут 77 километр болған бір круга. Ойлаңызшы, 77 километр, ол бір жарым сағат, бір басынан екінші басына дейін бір жарым сағат жүретін болды.
Оның бәрі субсидияға келіп соғады, және де біз трафикті қарап жатырмыз. Біз тек қана рейстер кесіп жатқан жоқпыз. Ұзартатын жерде көзіміз жетсе, халыққа керек, действительно. Мысалы, мына жерден 100 адам мініп, екінші басына дейін сол 100 адаммен келетін болса, ол қуанышты. 171-те біз солай қысқарттық. Карл Марксқа дейін келетін болып. Сол 6 қапқа транспортный логистика бойынша вообще ғылыми жағынан солай болу керек. Келес, ары қарай өзіңіз ыңғайлы маршрутпен пересадкамен істейсіз. Бұрын оны көп оқушылар, көп жанұялар айтатын, оқушыларымызға пәленбай ақша, сол себептен оны да тегін қылдық. Енді қауіпсіздік мәселесін көтеріп жатыр да ата-аналар, балаларымыз пересадкамен қауіпті дейді. Енді қараңыз, инфрақұрылымның барлығы осы жақта. Бұл жерде сұрақ бізге емес, бұл жерде сұрақты образование мен архитектураға қою керек сияқты. Өйткені әр елді мекенде автобустың бағыты туралы болып жатыр. Жоқ, қарасаңызшы, бізге өкінішке орай, мысалы мен өзім 16-шы микрорайонда тұрдым, жолдың арғы бетінде Рысқұловадан өтіп 25-ші мектепке бардым. Мен барып 8-ші мектепке оқиым, күшті мектеп болмаса, анау мектепке барып емес, әр тұрғын өзінің айналасындағы мектепте оқу керек. А бізде қалай ата-ана? Мысалы, мен Көкбұлақтан Нұрсатқа келіп оқитын оқушыларды оқушы емес, ол жерде оқушылар сарайын олар. Балалардың бұл жерде оқушылар сарайында көптеген енді бұл жерде тегін үйірмелер бар, тегін кружоктар бар, балалар соған келеді. Сол жерде олар өздерінің ауылдарындағы бір кәсіпкер жігіттерге айтса, қазір подушевое финансирование, мәдениет жағында, спорт жағында подушевое спорт залы ашсын, тегін келіп қатысады. Ол жерде мемлекет мынау халық мияқа келу үшін біз жаңадай транспортпен қамтамыз, ондай мүмкін емес. Жоқ, бәрібір де 2 автобусты бір шалға жатқан елді мекеннен тек қана бір бағытта, мысалға мен сізге айтып отырмын ғой, екеуінің 2 остановка аэровокзал мен Гаранттың арасы 2 остановка жерге, сол именно Көкбұлаққа өзі 2 автобус бөлінген болса, екеуі де сол жерге келеді да. Конечный ол ары қарай басқа автобус. Дұрыс па қаншалықты мысалға? Дұрыс. Былай. Мысалы сіз басқа инфрақұрылымдар бар терең неге райондармен байланыстырмасқа Көкбұлақ елді мекені? Жарайды, мысалы қараңыз, халықтың бәрі қазір демалысқа условно Алматыдан Вьетнамға рейс ашты ма прямой? Не, біз айтпаймыз, біздің мияқта миллион халық бар, давай Шымкенттен Вьетнамға. Бұны бәрібір қарастыру керек сияқты, мен сөзге жарыспай кешірім сұраймын, әрине өздеріңіз. Бұл жерде дұрыс мониторинг жұмыстары жасалмаған бәрібір де. Бір елді мекенде бір районнан бір районға ғана тасымалдау ол қаншалықты мен не алмаймын. Жарайды, жақсы. Мен келесі сұрағыма жақсы, келесі сұрағымда соңғы сұрағым болсын, жарайды. Мынау сіздерде қазір мынау қызыл жолаққа түскен жолдар бар ғой, соларды Достық микрорайоны бойынша, Самал 3, әлі де асфальт төселмеген көшелер бойынша кейбір қызыл жолаққа түсіп кеткен, яғни жолға алу керек болған жағдайда, сол участоктағы адамдардың жайын қалай жасайсыздар? Мысалы, жанындағы бос жатқан жерлерде олар өздеріне қаратқысы келетін жағдай болатын болса, ол қалай шешіледі бұл мәселе? Бұл сұраққа архитектура басқармасына қойсаңыз болады. Жерге орналастыру, жер беру, жердің нысаналы мақсатын өзгерту, ол архитектура басқармасына сәйкес. Біз генпланға сәйкес жоспар жасаймыз. Жоспарға істеген кезде жер орнату жобасы жасалады. Сол жер орнату жобасына сәйкес архитектура басқармасы ары қарай мемлекеттің мұқтажын ала ма, жоқ, мемамен басқа жер бере ма, оны уже архитектура басқармасының құзыретіне береді. Жоқ, қызыл жолаққа түскен жағдайда сіздер қалай шешім қабылдайсыздар енді оны? Мен сізге тағы қайталап айтамын. Шешімді біз қабылдамаймыз. Біз қызыл сызыққа түсетін жерді белгілеп береміз, ары қарай оны мемлекеттің мұқтажына сатып ала ма, жоқ, мемамен басқа жерді бере ма, оны архитектура басқармасы қарайды. Енді бір-біріңізге футбол тете беретін болсаңыздар, халықтар бұндай жағдайда қатты өте шарасыз күйге түсіп жатыр ғой. Бұндай мәселе неге бірігіп шешпеске? Мен қазір мен сізге нақты участогына дейін айтайыншы, Ұласты көшесіндегі 2527 участок бойынша осындай мәселе бізге арнайы осы мәселемен шағымданып шыққан еді. Достық микрорайон. Әр басқарманың өзінің құзыреті бар. Архитектура басқармасына сіз барып, неге мына транспорт былай жүрмейді, неге мына жақта жолды былай салмайды. Мүмкін келісіп шешім қабылдайсыздар әкімшілікпен бірлесе отырып, мүмкін соны қабылдайсыз осы мәселе бойынша. Мен сізге жауап берейін кейін деп айтсаңыз, мүмкін мен қанағаттанатын шығармын. Сіз менімен қазір жарыс сөзге шығып жатқан сияқтыса, мен сізге сұрақ қойып жатырмын. Мен сіздің сұрақтарыңызға қанағаттанған жоқпын. Болды, рахмет.
Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті Ралан Бекмағамбетұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келіп, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.